Баршаға сәлем, сіздермен Алтынай. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Видеоның соңына дейін қарап, осы рецептті сақтап алыңыздар. Және де пайдалы болса, менің парақшама тіркеліп, қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бүгін осындай керемет әрі ерекше гаупсо жасайтын боламыз. Бұның ерекшелігі біздің фаршымыз шашырап кетпес үшін осылай бетіне картошканы жауып қоятын боламыз. Яғни крышка ретінде. Осылай жауып қойсақ, біздің фаршымыз ешқашан шашылмайды және де төгілмейді. Осы лайфхакты сақтап алыңыздар және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Гаупсо жасаған кезде көбісі ішіне шашырап кетпес үшін жұмыртқа салады. Если сіздерде жұмыртқа болмаған жағдайда дәл осы лайфхакты қолданып көрсеңіздер, кәделеріңізге жарайды деп сенемін. Ең алдымен біз фаршымызды осылай ыдысымызға салып аламыз. Болмаса етті осылай турап аламыз. Одан кейін бетіне күріш салып, күрішті екі қайтара жуып алуымыз қажет. Күрішті салып болғаннан кейін помидор, яғни қызанақты осылай ұсақтап тураймыз. Сосын пиязымызды да дәл солай ұсақтап турап салатын боламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салып дайындап алатын боламыз. Міндетті түрде жұмыртқа қосудың қажеті жоқ. Егер де жұмыртқаларыңыз бар болса, қоссаңыздар болады. Егер жоқ болса, қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Осылай сосын болгарскийлерімізді жақсылап ішін тазалап алатын боламыз. Осылай тазалап болғаннан кейін біз фаршымызды ішіне салып шығатын боламыз. Сіздерге және де айтады кететін жайт, бірі білсе, бірі білмейді. Осылай гаупсоның ішіне, яғни болгарскийдің ішіне фаршымызды толтырып салмағанымыз жөн. Себебі біздің күріштеріміз ісініп піседі. Ісініп піскендіктен біздің фаршымыз гаупсоның ішіне сыймай жарылып кетуі мүмкін. Сол себепті жартылай қылуымыз қажет. Бір адамдар үстіне, яғни фарштың ішіне су құяды. Егер сіздер құйсаңыздар да болады, қоймасаңыздар да болады. Өйткені бұл суда пісетін дүние болғандықтан мен су құюдың қажеті жоқ деп санаймын. Мінекей қыздар, осылай енді барлық фаршымызды салып болғаннан кейін өзімізге керекті картошкаларды аламыз. Кішкентай картошка болса, осының аузына ыңғайлы болса тіптен жақсы. Осылай қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташалау турап, осылай бетіне жауып шығатын боламыз. Барлығын бетіне осылай жауып шыққаннан кейін біз сорпасын дайындаймыз. Сорпасына пияз бен картошканы қуырсақ болады, тамақ қосып, одан кейін су құйып, осы қайнағаннан кейін гаупсоларымызды салып, баяу отта пісіріп алатын боламыз. Мінекей қыздар, гаупсоларым дайын. Егер сіздерге пайдалы болса, менің парақшама тіркеліп, міндетті түрде жасап, достарыңызбен ас үй қаншайымдарына жіберіп қойсаңыздар болады. Ас болсын, сіздермен болған Алтынай. Қолдап, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Пікірлеріңізді жаза кетіңіз.